общий камера, сіздерді общий үшеуіңізді бірге түсіріп жатыр. Мынау сіздің камераңыз, мынау сіздің камераңыз, анау сіздің камераңыз крупный планмен жүріп жатыр. Егер де бір көрермендерге обращенияларыңыз болса, сол әркім өзінің крупный камерасына қарап түсінікті, иә. Содан кейін енді стол жоқ, не стучите по столу деп айтпаймын, сондықтан жақсы. Рахмет. Стақан жоқ дейсің ғой, су жоқ, бірімізге шашып жіберетін. Каникасым сияқты. Кетті ма? Запись? Кетті. Кетті запись, иә. Қайырлы күн көрермен. Кезекті эпизод елдегі салық реформасына қатысты болады. Келесі жылдан бастап білесіздер, жаңа салық кодекс күшіне енеді 2026 жылдан бастап. Дәл қазіргі уақытта осы салық кодексіне қатысты бір қызу талқылау, тіпті қарсылық дүмпуі елде байқалады. Осы орайда біз кәсіпкерлердің құқығын қорғап жүрген және осы салаға қатысты бір компетентті пікір айтып жүрген депутат Айтуар Қошмамбетов мырзаны студияға шақырдық. Қош келдіңіз, Айтуар Асқарұлы. Саламатсыздар ма? Енді біз неге сізді таңдадық? Тегін емес, өйткені біздің студияға келетін спикерлерге біз іріктеуді қадағын жүргіземіз. Сіз бізге еркін, батыл адам ретінде көріндіңіз. Сондықтан да бүгін біз сізді, бұған дейін подкасттарыңызды қарасам, сізді марафоншы, мотиватор ретінде таныстырып сұхбат алады екен. Біз сізден бүгін саясаткер, экономиканың хабары бар адам ретінде жазғалы отырмыз. Рахмет. Салық кодексіне қатысты негізгі талқы бір құжаттың шығып кетуіне байланысты басталған сияқты, иә. Максим Барыш учет кезет жетекшісі әрі Республика партиясының тең төрағасы бір құжат жариялаған екен. Сол құжаттан кейін Тредсте үлкен бір толқын пайда болды, қарсылық толқын деп айтуға болады. Бірақ үкімет бұл құжатты фейк деп айтып жатыр. Бұл құжат жалпы қайдан келді? Сұрағыңызға рахмет. Біріншіден, енді салық кодексінің аясында өршіген талқылау ол жаңадан басталған жоқ. Негізі осы салық кодексі бір жылдан бері талқыланған. Кейіннен ақпан айында бізге өзгертілген жобасы келді үкімет тарапынан. Сонда өзгертілген жобасында көп нәрсе, енді қосымша құн салығы көбейтілді. Көп нәрсе енді кәсіпкерлерге қиыншылық тудыратындай бір мәселелер көп болды. Яғни оның барлығы одан бұрын талқыланған нәрседен ерекше болатын. Сондықтан кәсіпкерлер енді білетін ірі ассоциациялар, Атамекен кәсіпкерлер палатасы әрине сұрақтар туындады. Қалайша біз бір жыл бойы жұмыс істеп келдік, талқыладық, бөлек кездестік, ал бір күннің ішінде ауысып кетті. Неге осындай жағдай туды дегендей. Енді ол салық кодекс жарайды ақпан айынан мамыр айына дейін мәжілісте болды. Оны парламент қабылдады, президент қол қойды. Алайда енді одан кейін осы заң асты 280-дей құжат қабылдануы тиіс. Ол арнайы сол салық органдарының шешімдері, тиісінше ережелері, үкіметтің арнайы қабылдайтын құжаттары. Соның ішінде ең маңыздылардың бірі ол осы жеңілдетілген салық режимінде кім жұмыс жасай алады деген жауап беретін осы тізім. Енді тізім бойынша айтатын болсақ, жалпы салық органдары осы тізімді жарты жылдың ішінде қабылдау тиіс еді. Бұл жұмыс қалай жұмыс атқарылып жатыр ма, не болып жатыр, ол астарлы болып жатқан. Шын айтқанда біз депутат ретінде біз де толық білген жоқпыз. Бұл сұрақты біз апта сайын сұрап, хат жазып, тиісті министрліктерден енді қазіргі жағдай қалай, қашан талқылаймыз деген бізден ұсыныс туды. Өйткені өте маңызды мәселе. Менің тіпті осы салық кодексінің талқылауының барысында мен өзіме бір 3-4 мәселені ғана бөлдім, солармен ғана айналысам деп. Өйткені бүкіл салық кодексімен айналысам, үлгермейтінін түсіндім. Солардың ең маңыздысы осы тізім. Өйткені 2.100.000 кәсіпкердің ішінде 1.700.000 осы жеңілдетілген салық режимінде орналасқан. Ал оларға жағдай өзгерсе, яғни бүкіл кәсіпкерлікке жағдай өзгереді.
олардың құқықтарын қорғайтын енді әрине біреу болуы тиіс. Ал ол халық көбінесе бұл жаңалықтарды тыңдап отырмайды, бір аналитиканы, бір салық кодексі не болып отқан деген ішінде қарапайым халық, ауылдағы жүрген азаматтар, әжелер, енді ИП ғой, ең қарапайымдар ғой, шаруалар. Соны түсінгендіктен мен де бұл мәселені ең бастапқы мәселе деп алдым. Енді сіздің айтып жатқаныңыз, бұл тізім қайдан шықты? Енді расын айту керек, бұл тізім талқылау басталды. Атамекен кәсіпкерлер палатасы бізден сұрап жатыр, тізім жинайық, адамдарды жинайық дегендей. Енді мен жеке ойым, Максим Барышевті бұны өз ойынан шығарған жоқ. Оны фейк жасауға андай бір бас екеу емес. Бұл бір жұмыс барысында талқыланып жатқан құжаттардың бірі. Нақты қайдан алған, өзі талқылауға қатысты ма, біреу берді ма, оны білмеймін. Енді жариялағаннан кейін әрине бұл талқылау жаңа бір деңгейге өсті кетті. Өйткені халықтың да сұрақтары көбейді. Неге мен жеңілдетілген салыққа кірген жоқпын деген. Енді бұл үкімет тарапынан, енді тиісті экономика министрлігінің тарапынан бір олқылық деген ойдамын. Өйткені олар жұмысты басқаша ұйымдастыру қажет еді. Әр бизнес саласын бөлек кездесіп, түсіндіріп, қосамыз, қоспаймыз деген шешім қабылдау керек еді. Ол бір астарлы талқыланатын нәрсе емес негізі. Өйткені ол әр күндердің күнінде ол шығады. Сол кезде ол қарсылыққа ұшырайды. Қарсылыққа ұшырамай тұрып, оны талқылап алу керек дейсіз ғой. Өткен аптада осы вице-премьер Жұманғариннің қатысуымен өздері семинар деп атады, бизнес өкілдеріне кездесу түсіндіру жұмысы болды, оған әсер еткен енді менің ойымша Threads-тегі жаңағы үлкен толқулар. Жалпы осы Threads-те бизнесмендер салыққа қатысты, жеңілдетілген салық режиміне қатысты өздерінің келіспеушіліктерін білдіре бастағанда, оларға ДВД-дан хабарласқан, үйлеріне тіпті полиция іздеп келген, жұмыс берушілер хабарласқан, мұны құқық қорғаушылар қысым деп бағалап жатыр. Жалпы сізге осы мәселені көтеріп жүрген Республика партиясына қандай да бір тыйымдар болды ма? Енді Threads не үшін таңдады деген сұрақ туындайды ғой, бірақ Threads қазір қазақтардың әлеуметтік желісі деген сондай пікір туындайды ғой. Россиядегі, Белоруссиядағы азаматтар жазады екен, неге мен қазақтардың жаңалықтарын күн сайын оқиын дегендей. Енді қалжың болса да бір несі бар. Бірақ шын айтқанда Threads-тегі талқыланып жатқан нәрсемен менің осы айналамдағы талқыланып жатқан кәсіпкерлер екі бөлек сияқты. Өйткені Threads-те бастапқы өтініш ол қосымша құн салығы 16%, оны тоқтатыңдар деп сұрайды. Шын айтқанда енді біздің кәсіпкерлер сұрап жүрген жоқ оны. Олардың сұрап жатқаны сол жеңілдетілген салық режимі. Сол үшін менде бір диссонанс болып тұрды. Ол ұйымдастырылған нәрсе ме, әлде шын расында сондай? Өйткені енді бірдей жазулар сияқты да. Негізгі мәселен негізгі мәселеден бұру үшін бе? Сол енді осы тақырыптың ішінде жүрген адам болғандықтан маған бір басқаша бір ерекше көзге бірден көрінді. Қосымша құн салығын жаңағы азайтудан көрі жеңілдетілген салық режимін қазір сол маңызды болып тұр. Кәсіпкерлерге қазір маңызды болып тұр. Мүмкін тұтынушыларға қосымша құн салығы маңызды шығар, бірақ оны түсінетін тұтынушылар көп па, аз ба, оны былай нақты айта алмаймын. Сондықтан бұл сұрақ басталған кезде мен бір көзіме бір ерекше көрінді. Сондықтан мен бұл ұйымдастырылған нәрсе ма, әлде шын мәнінде сөйтіп адамдар ой пікір сондай ма, оны айта алмаймын. Ал полиция тарапынан осындай бір сұрақ туындап жатыр. Біздің партиямызға ондай ешқандай бір өтініштер нелер түскен жоқ. Яғни не полиция тарапынан да, не осы кәсіпкерлер тарапынан да ойбай бізді андай мынаны өшір деген жазуды тоқтат деген ондай естуім жоқ. Сол үшін мен мүмкін бұл жазулар басқа елден шығуы мүмкін шынымен де біздің азаматтар оны бір әлеуметтік желідегі бір акция сияқты, бірақ түбі қай жақтан жатқаны маған кішкене түсініксіз. Егер де маған мысалы мен өзім жазған жазуларым бар, посттарым бар, видеоларым бар, жеңілдетілген салықты қайтарыңдар деп, упрощенки больше не будет деп мен шығарған видеоларым мысалы миллиондаған нелер, оны түсінем. Өйткені оны қолдайтын адамдар өздері сол жеңілдетілген салықты қолданатын адамдар. Яғни олар білемді. Сіз қосымша құн салығын көтеруге тұтынушылар қарсы, халық кәдімгі өйткені инфляция қымбаттап кетеді деп.
жаңағы жеңілдетілген режимге кәсіпкерлер қарсы. Иә. Сонда кәсіпкерлер яғни қосымша құн салығының көбеюіне уже көнді деп айта аламыз ба? Кәсіпкерлер шын айтқанда қосымша құн салығы оның өзгеруі, мысалы көбею немесе кему, тек қана ол бағаға ғана әсер етеді. Бағаға ғана әсер етеді. Яғни бұл мысалы арасындағы 4%-ды сен бағаға қосасың да бітті. Ал жеңілдетілген салықтың өзгеруі ол бүкіл жүйені өзгертіп жатыр. Процессуалдық нәрсе, иә. Ол бұрын мысалы кез келген азамат жеңілдетілген салықты қолданушы еді, тек қана айналымы 80 миллион аспау керек еді. Қазір бұл олай емес. Қазір тек қана бизнес түрімен ғана бөлінеді. Ал бұл деген бұл жүйені бұзып жатыр. Бұл деген қанша 20 жыл бойы қолданып келе жатқан нәрсе. Және де бұл кәсіпкер мен кәсіпкер арасында қарым-қатынас, кәсіпкер мен клиент арасында қарым-қатынасты өзгертіп жатыр. Сіздер мысалы таңдау керексіз. Мен өзімнің подкастымды кімге, жеке тұлғаларға көрсетем ба, әйелде бизнеске сатам ба? Яғни бұл бүкіл кәсіпкерлікті екіге бөліп жатыр, екі дүние қылып. Бұның салдары қандай болуы мүмкін сонда? Ол салдар шын айтқанда өте андай. Қазір болжау оңай емес. Өйткені бұл революция шын айтқанда. Кейбір жеңілдетілген бизнес түрлері жойылып, кейбір бизнес түрлері көбейіп кетуі мүмкін ғой, мысалы, иә? Ондай болуы мүмкін. Халық көтере алмайды ғой. Менің ойым андай бастап келе жатқан андай бизнеске қызығып жатқан азаматтардың ол кішкене андай қорқыту мүмкін. Енді бізде терминдерді алатын болсақ, бизнес инициатива дейді, кәсіпкердің енді бастамашы болып андай қызығып жатқан кезі болады, мысалы, оқып, мынаны бастасам екен, ананы бастасам. Сол кезде андай кішкене бетін қағады. Иә, бетін қағады. Ал бір нық тұрған кәсіпкерлер, олар менің ойымша көбісі ондай жалпы режимге көшетін сияқты. Енді мемлекет ретінде алатын болсақ, енді бізге ұлттық экономика министрлігі ретінде қарайтын болсақ, әрине бізге қосымша құн салығының бәрі төлегені ол ыңғайлы. Өйткені ол бүкіл процедураны көре аласың. Кім кімнен алып жатыр, қаншадан алып жатыр, қандай пайда тиісіп жатыр, ол контроль. Бірақ кәсіпкерлерді үркітіп, кәсіпкерліктен бас тартқан ол бізге ыңғайсыз. Өйткені біз ел ретінде Қазақстан біраз жылдар бойы кәсіпкерлікке жақсы ыңғайлы жағдай жасап келе жатырдық. Енді бұл қазіргі қадам кішкене кері қадам. Яғни кәсіпкерлерге салықтың көбейткенінен гөрі процессуалдық жүктеменің көбейгені көбірек зиян деген сөз ғой, иә? Менің түсінгенімше. Енді қарашы, жаңа ұлттық экономика министрлігі осы салық кодексі енді талқылана бастаған кезде, қателеспесем, 2,5 дейді, одан кейін 4 дейді, енді кемі 2,5 триллион теңге бюджетке қосымша түседі деді. Бұл енді математикалық жағынан есептей берсеңіз олай шығады әрине. Бірақ енді сіз айтып тұрған сіз айтып тұрған режимнің ауысуы одан кейін көлеңкеге кетеді, менің ойымша. Сол кезде 2,5-ның өзі сонымен-ақ кеміп кетпей ме? Мынау инфляция сияқты ғой, бұл да анау ақшаны көбірек таратқан кезде көбірек баға қымбаттап, сол өз-өзіне қайтып келеді ғой, сол сатып алу қабілеті. Сол секілді бюджет өз-өзіне қайтып келмей ме? Мысалы 2,5 триллион теңге қосылады дейді, бірақ мына жақтан төлеп келген кәсіпкерлер көлеңкеге кетіп қалып. Ол жағын ескермеген сияқты менің ойымша. Ондай қауіп бар. Әрине, ол қауіптерді жабу үшін енді қаржы министрлігі өзінің андай құқықтарын көбейтті, арнайы бағдарламалар енгізіліп жатыр. Бірақ оларға мамандар бар ма? Ол қалай болады? Бірден болып кетпейтін нәрседі. Сол үшін менің өз болжамым, келесі жылы бұл салық кодексіне өзгеріс енгеннен кейін, енді салық көбейгеннен кейін біз енді қосымша бюджетке ақша жинаймыз. Бірақ ары қарай оның әсері қалай болуы, оны болжау қиындау. Өйткені ол тек қана сол бір бөлігі көлеңкеге кетуі мүмкін, бір бөлігі жабылуы мүмкін. Ал тағы бір бөлігі кәсіп ашам дейтіндер кәсіп ашпауы мүмкін. Сонда әсері болуы мүмкін да. Бір бөлігі және қымбатшылық болады, соған жаңа мұғалім мен дәрігердің жалақысын төлеуге бәрі сол кетуі мүмкін, сол 2,5 миллион. Ал қымбатшылық ол инфляциямен күрес, жалпы енді дүниеде болып жатқан енді саяси құбылыстар бәрін әсер етіп жатыр. Оның да әсері үлкен. Шын айту керек, ол біздің, сіз дұрыс айтып жатсыз, экономикамызға көбірек ақша құйылғанмен көбірек ақша жаратылады дегендей. Егер де біз андай бюджеттің жаратып жатқан бөлігін біз қысқартпасақ, дұрыстап реттемесек, ол шешілмейді ешқашанда. Біз әрдайым да артынан жүгіріп жүреміз.
Иә, сіз алдында осы бір сұхбаттардың бірде айтқан, салықты көтеру арқылы емес, мәселені біз үнемдеу арқылы шеше аламыз деп. Бір үш саланы айтасыз ба, біз қазір ысырап жасап жатқан. Яғни біз үкімет міне осы салалардағы мына босқа кетіп отыр. Иә, босқа кетіп мына ақшаны, болмаса мына қызметті, болмаса мынандай бір субсидияны қысқарту арқылы осы салықтың жетіспеушіліктің орнын жаба алады деп. Енді ең бірінші біздің үкіметке де айтарым, енді жалпы бәрімізге де сын ғой, енді депутаттарға да, біздің кедендік шекарамыз, бізге кіріп жатқан тауар қалай кіреді, оны цифровизация дейміз, түрлі. Бірақ қазіргі таңда Қазақстанға мысалы танк сатып алған келсе де сатып алуға болатын сияқты да, андай бір алып келе аласың. Енді біреуге бір нақты фактілер жоқ, бірақ өзіміз білеміз. Мысалы кез келген нәрсе, мынау ноутбук болсын, телефон болсын, мынау костюм болсын, Қытайдан ресми емес, бейресми алу жолы бар, арзанырақ. Немесе ресми нақты осындай, дәл осындай магазин сатып жатыр, қымбатырақ. Неге сондай? 2 жыл болғаннан кейін, иә, әрине адамдар жеңілірегін алады, арзанырағын алады. Ал арзаны ол яғни салық төленбеген, кіре берістегі қосымша құн салынмас, сұр схема. Бұл сұр схемалардың бәрін жабу керек. Бұл бірінші, сосын ол ең бірінші, ең маңызды. Ол енді бұрыннан бері айтылып келе жатыр, бірақ шешілмей жүр. Хоргос па? Ол да бар, кез келген, сол Хоргос та бар, Қырғызстанмен де шекара бар, басқа елдермен. Оны дұрыстап реттеу керек менің ойымша. Соның өзіне істесек, бір бюджеттің 20-30%-дай орнына түседі деген ойлаймын. Және де басқа кәсіпкерлерге мықты месседж болады. Салық төлеңдер. Салық төлемесеңдер, енді біз сіздермен жұмыс істейміз дегендей. Бұл өте маңызды нәрсе. Неге біз кедендегі жаңағы жемқорлықты жоя алмай отыр? Айта алмаймын. Әйтеуір бір 5-10 жылда бір рет бәрін ұстайды, жабады, бірақ қайтып сол орнына келетін сияқты да. Ол не үшін екенін білмеймін, бірақ бұны реттеу керек, не болса да. Бұл еліміздің болашағына байланысты. Енді басқасын айтып берейін. Мысалы, біздің партияның ұстанымы жеке кәсіпкерлердің рөлі мемлекетте аз болып тұр. Мысалы, елімізде қазір андай тіпті президенттің өзінің жарлығы бар, андай экономиканы ырықтандыру туралы, андай жекешелендіру туралы бір тапсырмасы бар. Бірақ ол жекешелендіру қалай өтті? Бүкіл мемлекеттік органдарға айтады, сендерде не бар сататын деп. Ол дұрыс емес позиция. Ешкім өзінің бір керек емес затын сатып жібермейді. Оны керісінше тапсырма ретінде айту керек. Мемлекет ендеше мынандай салаларды бизнеспен айналыспайды дегендей. Мысалы, непрофильный актив. Иә, дәл солай. Мен өзім сол ненің мүшесімін, сол жекешелендіру несін комиссиясын. Бірақ шын айтқанда бір ауыз толтырып, бір мақтанатындай ештеңе жоқ. Мысалы, біздің мемлекетте, мысалы Қазақгазда, мысалы гольф-клуб бар, яхталар бар, біздің мемлекеттік, квазимемлекеттік компанияларда, кафе, ресторан, массажный кабинеттер, медцентр, оның барлығы нарықта бар ғой. Не қыламыз оны ашып? Айтыңызшы, мысалы гольф-клуб кімге қажет? Бір түсінем, бір мемлекет, бір чемпионат, әлемдік чемпионат өткізіп жатсақ, ол да үлкен сұрақ. Соның бәрін неге біз жекеменшікке сатпасқа? Және де сатқаннан бөлек кейіннен оған шектеу қою керекпіз. Ондай алмаңдар. Қажет емес болса, болды. Қазақгаз қайда, гольф-клуб қайда мысалы. Қазмұнайгаз қайда, яхта қайда. Біздің қаражатымыз, біздің ақшамыз кетіп жатыр. Оны алғаннан бөлек, оның салығын төлеу керек, оны күн сайын жуып, не істеп, дұрыс ретінде оны қолданып жатырмын, қолданып жатқан жоқ па, тағы да екі талай. Сол үшін бұны осыны реттеп алсақ, әр әкімшілікте мысалы СПК бар. СПК-ның құзыретінде қандай үй, зәулім сарай, не бар екенін білмейміз, ол үлкен сұрақ. Керек па ол, керек емес па? Соның өзін реттеп алсақ, біраз қаражат түсер еді. Тағы да үлкен мәселе, енді жаратылып жатқан нәрселер қазір қажет па, қажет емес па? Нақты менің ойым, қазір біздің өмірімізге, өмір сүруімізге нақты қажет нәрселер болса, мысалы медицина болсын, бір дәрі-дәрмек, бір оқушыларға қамтамасыз ету, соларды ғана қалдырайық. Қалған бір жаңадан сол отқан музейлер ма, бір жаңа ескерткіштер ма, бәріне шектеу қою керек. Қазір теледидардан көріп жүрмін ғой,
жақсы гранитті жаман гранитке ауыстырып жатыр. бұл енді объективті түрде барлығы келісетін шығындар ғой енді, ол таза жаңағы непрофильді активтер деген секілді, профильді емес. Бірақ мынаған қалай қарайсыз, жаңағы субсидиялар орта тапқа? Мен анау әлеуметтік әлсіз топ, осылай жиі айтамыз ғой енді, мемлекет жаңағы социалист болып кетті, бүкіл халыққа ақша таратып отыр деп. Сол кезде бәрі жазады, жаңағыдай комментарий жазады дегендей. Сен сонда зейнеткерлер мен студенттерге шәкіртақы мен зейнетақыны төлемейсің ба деген секілді. Олай емес. Жаңағы орта тапқа кезінде жаңағы 4%-ық автокөлік, баспана қазір әлі бар. Сосын жаңағы бастауыш фермерлерге, бастауыш кәсіпкерлерге ақша тарату деген бұл экономикаға тиімді нәрсе ме? Бұл әлде білмеймін, адамдардың лояльностін сатып алу деп түсінемін мен өзім. Енді мен сізбен былай келсем, жартылай келсем, жартылай келіспеймін. Негізі менің ойым, мысалы әлеуметтік әлсіз топтарға тікелей көмек қажет. Нақты, бірақ оны анықтай алмай жүргенімізге бір 10 жылдай болды. Олардың бір санап, нақты атын біліп, жолдауда айтты ғой, алаяқтарға кетіп қалды. Иә, соны нақты біліп кім екенін, соларға тікелей көмектесейікші. Жағдайын жасап берейік. Тегін карточкалармен тамағын болсын, проездың болсын, басқасын берейік. Орта тап пен бастауыш. Ал орта тап туралы, кейін сіздер айтып жатқан гранттар туралы ойым мынандай. Енді менің ойым, грант беру ол тиімсіз. Егер грант беретін болсақ, оны тіпті бір оқушы студенттерге берейік, бір кішкене бизнесті жасап көрсін, бір кішкентай сумалар берейік, әшейін бір дәмін көрсін дегендей. Бірақ оны қайтару деген ол мүмкін емес нәрсе. Әшейін бір кәсіпкерлікке деген қызығушылығын былай бастап көрсін. Иә. Еңбекке баулу ол қайтарылмайтын грант. Ал қалған бір үлкен ірі сумалар, бір миллиондап, біреулер, мен өзім сол гранттарды тарату барысында көргенмін қалай болады. Кезінде ондай бағдарлама болды, бұл Атамекен кәсіпкерлік палатасының. Енді шын айтқанда көп адам оны әшейін жаратып жібереді. Оның ешқандай пайдасы жоқ. Адамдарға тегін беретін нәрсе болса, ол оқу берейік, білім берейік. Баспананы субсидиялаушы. Енді оған да шын айтсам келіспеймін, бірақ енді баспана және автокөлікті тоқтату үшін алдымен біз экономикамызды дұрыстап реттеп алайық та, кәдімгі кредиттер арзандау керек та. Оны арзандау үшін инфляция кему керек. Инфляция кему үшін біраз өндіріс бол. Соның бәрі байланысты. Егер де біз дұрыс экономика жасасақ, онда бізге льготный кредит деген қажет болмай қалады. Экономиканы өзі ақ жұмыс істейді. Мысалы, кейбір елдер профицит экономикасы болып тұр, керісінше кредит алыңдар деп жүреді. Біз өзіміз сізге төлеп береміз дегендей. Тоқаев жаңа соңғы жолдауда айтты ғой, халыққа көп ұнамайтын, непопулярный дейді ғой, сондай қадамға батыл барыңдар деп. Мен соны Тоқаевтың сол сөзін естіген кезде мырс еттім. Неге дейсіз ғой? Ең популист бағдарламалар Тоқаевтың өзінің тікелей бастамасымен жасалған. 42.500-ден бастап па? 42.500 бар, ол жарайды ковид кезі дейік. Одан кейін зейнетақы қорындағы қаражат таратып беру, ұлттық қор балаларға ол кішкене өткендегі Аягөз ханым енді жақсы деп дәлелдеп кетті, мен келістім онымен. Енді кейбір спикерлер мені переубедить ете алса, өзгерте алса, мен келсем. Бірақ менің жаңағы келіспейтін жерім, сол Тоқаевтың кезінде көп әлеуметтік, популистік шаралар көп көбейді. Сосын енді сізді жақсы танып отырық, бірақ сіздің көп әріптестеріңіз бар. Соңғы негіз шақырылымдағы депутаттарда популистер өте көп. Қазір онда сұраймыз, солар туралы пікіріңіз қандай? Одан кейін Тоқаевтың сондай өзінің экономикалық курсын 180 градус өзгертпесе де, бірақ бұл қатесін түсінуі ме, жоқ әлде білмеймін, адамдардың қолдауын ие болды, енді ары қарай өзінің саясатын жүргізу үшін басында сол адамдардың қолдауын тартып алу үшін. Сіздің пікіріңіз қандай осы жағынан? Менің пікірім негізі басында салық кодексін өзгертпей, қазіргі саясатты өзгертпей, ары қарай осылай өмір сүре береміз деген ой болған. Оған енді кінәлі тек қана президент емес, қасындағы үкімет те бар, бүкіл. Енді ол аудитория қалай? Мысалы, шешім қабылдаңыз. Дежурный сөз бар ғой, сыртқы экономикалық факторлар деген. Жоқ, ол сыртқы экономикалық факторлар ол әрдайым да болады. Менің ойым ол былай. Бізге үкімет тарапынан, депутаттар тарапынан келіп айтады, мынау өте қажет нәрсе, бұған ақша жұмсайық дейді да, ал табыс көзін, бір жаңа табыс көздері пайда болмайды. Біз сондай бір неге кіріп кеттік, ловушкаға кіріп кеттік. Сөйтіп бір рет басталғаннан кейін ары қарай ол өрши берді. Қарызға кіре бердік, басы ол андай не сияқты, біздің президент болсын, үкімет болсын, ол да біздің халықтың өкілі ғой. Ал кәдімгі қарапайым халықты алшы, айтады, ойбай, той өткізу керек,
кредит ал дейді, кредит алып алады, содан кейін тойын ана кредитін жаппай тұрған кезде ойбай машина ал дейді, телефон ал деп, сөйтіп адам өз басы сондайға кіріп кетеді. Біздің елімізде сондай ситуацияда болып тұрған сияқты да менің ойымша. Иә, бірақ қазір кеш болса да, кеш па кеш емес па, соның көз жетті. Біз қаражатымызға қарай өмір сүруіміз қажетпіз. Андай бір ақша печаттайтын бізде ештеңе жоқ, бір Америка құрама штаттары емеспіз, өкінішке орай. Сол үшін біз жан-жағымызға қарап, өзіміз қандаймыз, кімбіз, соны түсініп келе жатқанбыз. Қазіргі қиыншылықтар оның да пайдасы болатын сияқты менің ойымша. Егер де біз сана сезім соған жетіп, енді осыдан кейінгі азаматтардың барлығы енді түсініктері де өзгеретін шығар. Өйткені табысқа жеткен елдердің барлығы тек қана еңбек арқылы, осындай қиыншылықтар арқылы ғана жеткен. Ал ол реформа, оның екі жолы болуы мүмкін. Өзіміз жеке қабылдап жасаған реформа, немесе амал жоқтан жасайтын реформалар. Біздікі қазір сол амалсыздыққа көбірек. Яғни соның ортасында деп ойлаймын. Сол үшін президент пен үкімет қатесін түсінді деп айта аламыз ғой бұл жерде. Менің ойым солай, иә, келісем. Жалпы мен салық реформасымен де келісіп отырмын, негізі. Бірақ оның бір егжей-тегжейлері, иә, детальдары түсінген андай талқылануы, ашықтығы жағынан кішкене көңілім толмайды. Сол жағынан көмектескіміз келеді да, мына жағын былай талқылайық, мына жағын былай шешейік дегенде. Ал жалпы салық реформасы орынды деген ойдамын. Енді оны былай бірден былай 1-2 айдың ішінде өткізіп жіберу мүмкін емес. Сол үшін халық та түсіну керек. Ал егер де оны қазір қабылдап жіберсек, кейін орындалмайтын нәрселерден шыға бастайды. Бәрібір де оны түзететін біз. Сондықтан көмегіміз тисін. Жеңілдетілген салық режиміне қатысты үкімет қазір ашық порталда талқылауды 13 қазанға дейін созып отыр екен. Яғни біздің бизнесте қазір қанша уақыт қалды? 1 ай ғой шамамен, иә? Енді қорғап қалу үшін өз мүддесін. 13 қазан деген ол 1 ай емес, ол жақындап қалды. Жақындап қалды. 2 апта ғой? 2 аптадан аз. Кеше ғана біз кірісті ме өз бизнес жалпы? Иә, кеше ғана Атамекен кәсіпкерлер палатасымен бірлесе отырып, біздің партия бар. Бір 3 сағаттай жиналыс өткіздік. 3,5 сағат бизнестің 50 өкілі сөйледі. Түрлі сала қосылу керек деген ойда. Енді біз оны талқылап жатырмыз. Мен енді жеке басым бұндай тақырыптар туындаған кезде мен бизнеспен барып кездесем, салалар жинаймын, өндіріске барам. Енді өзімде кәсіпкерліктен шыққан адам, менде кәсібім бар негізі, бірақ енді депутат болғандықтан оны андай тиісінше заң бойынша бердік біреуге тапсырып. Сондықтан бұл бізге бір енді түсінікті нәрсе. Сондықтан қазір барып енді үкіметтің алдында қорғаймыз. Енді тыңдай ма, тыңдамай ма білмеймін, бірақ біздің ниетіміз дұрыс, кәсіпкерлікті сақтап қалу, және де салықтың көздерін де сақтап қалу. Егер де қазір көлеңкелі экономикаға кетіп қалса, немесе жабылып қалса, пайдасы ешкімге тимейді. Жұманғариннің соңғы сөзінде жеңілдетілген салық тағы өзгеріс 30% ғана қамтиды деп айтты, иә? Мысалы 70% сол бұл өзгеріске ешқандай өзгеріске ұшырамайды дегендей. Иә, оның санау бойынша 1,3 миллион кәсіпкер жеңілдетілген ішіндегі 30%, иә? Оның түсіндіргені бойынша 1,3 миллион кәсіпкер осы жеңілдетілген салықта қалады. Бірақ не болса да, мысалы 1,7 мен 1,3-тің арасында 400 мың шектеліп қалуы мүмкін. Сол үшін біз осы 400 мыңға күресіп жатырмыз қазір. 400 мың деген аз емес. Ол деген өте үлкен категория. Ол қандай бизнес түрлері? Қазір кірмей қалғандар ма? Енді мысалы медицинаның ішінде біразы кірмей қалды, көп басым бөлігі мысалы. А медицинаның ішінде көп нәрсе бар. Мысалы, кәдімгі жеке психологтар мысалы. Олар қазір дамып кеткен нәрсе ғой. Олардың бөлек оқыттар жоқ екен. Мысалы, креативті индустрияның 43 саласынан 31 кірді, енді 31-не жеңілдетілген салық қолдану болады. Ал қалған 12-сіне болмайды. Бұның ішінде концерттер бар, кинотеатрлар бар. Бірақ оны түсінуге болады енді. Концерт деген бір ірі нәрсе сияқты да. Бірақ ең маңыздысы бұл бір оқет, ол ірі кәсіпкерге де, шағын кәсіпкерге де бірдей қолдану мүмкін. Мысалы, мынандай жиһаз жасайтын фабрикалар. Бұл біреуісі үлкен болуы мүмкін, біреуі үйде жасауы мүмкін. Екеуінің оқеттері бірдей. Біреу жеке адамдарға сатады, біреу ірі сауда орталықтарына арқылы сатады, біреу шетелге сатуы мүмкін тіпті. Оларды былай бөлу
таза тек қана бизнес түрімен ғана бөлу ол дұрыс емес менің ойымша кәсіпкерлерге әсіресе өндірушілерге өңдеушілерге таңдау беру керек. Сен өзің мысалы жеке кімге сатқың келеді? Жеке азаматтарға сатсаң, онда жеңілдетілген салықпен жүре бер. Егер сен компанияларға сататын болсаң, онда жалпы режимге өт. Өзіне де сол тиімді болады да. Оған шектеу қойып тастаған салық кодексіне. Оған ешқандай сұрақ жоқ. Біз соны ұсынып жатырмыз да. Ал жалпы енді жеңілдетілген салыққа кірмейтіндер бар. Бастапқыдан бері. Ол мысалы банктер, ана жер өңдеушілері, андай мұнай газ саласындағы сондай ірі компанияларға оған шын мәнінде бір 50 кәсіп түрлері шығар. Болды, одан артық қалғандар өздері таңдасын. Былай да салық төлейді. Соны мен кішкене түсіндіре алмай жатырмын да, андай біздің. Негізі мына ұсыныстарыңыз қисынды мүмкін қабылдайтын шығар деп ойлаймын. Қабылдаса біз қуанышты боламыз. Осы жерде қоса кетейін, түсінбегенім ол жерде үкіметке маңыздысы ақша жинау. Неге ол жаңа процессуалдық ауыртпашылықты қосымша беруге сондай мүдделі болып тұрған, мүмкін сізде бір не бар шығар? Иә, ол менің ойымша былай, мен түсінгенім бойынша сіздер айтып жатырсыз ғой, 2,5 триллион немесе 4 триллион қосымша ақша келу керек. Сонда ол ақша келу үшін қосымша құн салығын төлеушілер көбірек болу керек. Ал қосымша құн салығын төлеу үшін онда жеңілдетілген салық режим болмайды. Сондықтан енді жоспар былай болды да, бүкіл кәсіпкерлерді бәрін біз қосымша құн салығына отырғызамыз, адамдар үйренеді. Ал бір кішкентай категория олар андай жеңілдетілген салықта қала берсін дегендей. Сауда саттық, андай майда шүйде. 2000 шаршы метрден аз сауда орындары де, одан көптері мына категорияға, одан кейін жаңағы B2B, B2C деп өзі ең қысқаша түсіндіргенде солай екен. B2C деген клиентке сату, жеке адамға, B2B. Сосын ауыл шаруашылығы, бірақ B2B болса да ол қалады екен. Бірақ оған да қиыншылық туындайды, өйткені ол басқа бизнеске сатқан кезде оның енді көптеген шаруалар қазір соған ойланып жатыр. Сол үшін B2B үшін біз әлі де күресеміз, шын айтқанда. Ол біздің жоспарымыз. Біз енді басында сол мен айтқан бір 3-4 сұрақ болды деймін ғой. Соның бірі жеңілдетілген салық тізімі, екіншісі B2B сұрағы. Мен әлі де осы сұрақпен айналысамын. Енді келесі жылы мысалы осы салықтан бәрібір қымбатшылық болады. Ол түсінікті нәрсе. Одан кейін мысалы алда ертең 10 қазан күні базалық мөлшерлеме көтеріледі деп отыр. Барлығы менің ойымша көтеріледі. 17,5-ға да жетуі мүмкін. Енді келесі жылы кәдімгі қымбатшылық келе жатыр. Осыдан неше 2-3 жыл бұрын 20%-дан түсірдік қой біртіндеп. Қайтып сол 20-ға болмаса да енді әжептәуір көтеріледі сол жартысына дейін деп ойлаймын. Жаңа айтып отқандай үкімет үйретіп тастады. Халыққа бір қиындық болған кезде ақша таратып. Қарапайым тілмен айтқан кезде ақша тарату. Енді жаңағыдай непопулярный шараларды бастап кетті. Енді осы кезде бірақ сол үкімет басқаша мәселемен сол көтере алады деп ойлайсыз ба? Сол халықтың ертең бәрібір наразылығы болады ғой, оған қаншалықты дайын деп ойлайсыз? Енді шын айтқанда бұл қымбатшылық болады. Қанша пайызға қандай тауар қымбаттайды нақты айта алмаймын. Оны жоспарлау оңай емес. Бірақ үкімет дайын ба? Әрдайым ондай ситуациядан үкімет басшылары күтіп, бірақ қорқып жүреді. Менің ойымша ашықтық керек. Нақты не болып отыр елде? Соны ашық айту керек. Енді халықты алдаудың қажеті жоқ. Ашық диалог. Оны түсіну мүмкін, түсінбеу мүмкін. Бірақ не болса да одан артық не істей аламыз. Мен енді негізі жалпы қазіргі болып жатқан реформалардың көбісін қолдаймын. Мысалы қазір бізде энергетика саласында бүкіл нені ауыстырайын деп жатыр енді. ТЭЦ-терді жаңартып жатыр. Тариф арқылы оның бәрін өзгерту қажет. Бірақ 30 жылдан бері оны ешкім жасаған жоқ. Қазір мысалы салық кодексіне реформа, басқа да біраз әрекеттер болып жатыр. Енді жасанды интеллектке бет бұрдық. Ол да біреуге түсініксіз шығар, бірақ басқа көрші елдермен салыстырғанда біз лидерміз. Біз өз қызметімізді басқаларға сатуымыз мүмкін. Енді бүкіл реформалар ойдағыдай орындалса, кішкене жаңартылған бір Қазақстан андай бір орташа дамыған елдердің қатарында сияқты болып келатырмыз. Бірақ бұның ең қыр-сыры сол орындалу, жоспар мықты, орындалу қалай болады? Иә, сол кішкене өкінішті болып тұр. Қалай орындалады, орындала ма? Сондықтан үкімет тарапынан халық түсінбейді,
өзіміз шешеміз деген ондай қазір өтпейді. Ашық түрде, жария түрде шешімдерді, неге қандай шешім қабылданып жатқан, соны ашық диалог жүргізу керек. Соның ішінде біздің парламенттің де рөлі бар. Қазір бағанада сіз сұрақ қойып кеттіңіз, біздің депутаттардың ішінде андайлар да бар, мынандайлар да бар, енді популизм да бар. Енді қалай болса да, менің ойымша, мен өзім енді парламентке жаңадан келдім ғой, 1,5 жыл болды. Мамандар да көп, былай өз ісін білетін азаматтар да көп, және де ашық ойын білдіре алатын азаматтар да аз емес. Егер де мысалы өз ойын жеткізе алмайтындар, мысалы бір басқа саланың маманы емес, бірақ сол сала бойынша сұрақ қойып жатса, андай кішкене дұрыс емес жауап беретіндер де бар шығар. Енді бұл да өмір, мен де мысалы кез келген сала бойынша жауап бере алмаймын. Бірақ парламент кішкене жариялыққа бет бұрған сияқты. Бұрынғы парламент олар бүкіл сұрақты бір ауыздан қабылдайтын. Менің есімде солай қалды да. Қазір кішкене болса да талқылау, біздің жұмыс топтарына қатыссаң, кәдімгідей қызу, андай бір шешімдерді. Популист болса да әртүрлі пікір керек дейсіз ғой. Салық кодексіне қатысты мысалы дауыс беруде республика партиясы дауыс берді ме? Енді ашық айтайын, енді сізге де бір эксклюзив болсын. Басқалар білмеймін, бірақ мен жеке басым бірінші рет қалыс қалдым, екінші рет қарсы шықтым. Мен бірақ партияластарыма да айттым, менің өзім жеке ойым. Басында неге қалыс қалдым? Ол біріншіден сенатқа кетіп батқан кезде қалыс қалам, өйткені реформаны қолдаймын, бірақ андай B2B және де мен айтқан анау жеңілдетілген салық режимін, сол екі сұрақ маған қиын болды. Үкімет қолдағандай болды да, сол үшін мен сендім. Екінші рет қайткен кезде мен біздің ойдағыдай болмайтын деп қарсы шықтым. Ал бұл оңай емес, оңай шешім емес негізі. 98 депутаттың қаншасы салық кодексіне дауыс берді? Есіңізде ме? Есімде жоқ, бірақ біразы қарсы шықты, біразы қалыс қалды. Бір 15-індей ма, ондай нақты есімде жоқ. Біз мына жерде аудиторияға түсіндіре кетейік. Жеңілдетілген жаңа салық режимі дегеніміз ол не екен? Барлық бизнесмендер болмауы мүмкін ғой, қарапайым. Жеңілдетілген салық деген ол 3% табыстан 3% салық төлейсің. Одан бөлек жаңағы осы емес. Жоқ, ол айлықтықын бөлек, оны ол жеке азаматқа төленетін айлықтан төленетін төлемдер мен салықтар. Бірақ ол бәрібір де қалтасына шығады ғой кәсіпкердің. Яғни 25% ол бәрібір мысалы жаңағы жалаққа одан да көп. Одан да көп. 25%-дан көп кетеді ме? Енді еще 10% пенсионкасы бар ма? 10% пенсионка, подоходный бар. Бір жалпы бір 38 бен 40-тың арасында. Сонда бізде мысалы упрощенканың өзі, жаңағы жеңілдетілген салық режимімен жұмыс істейтіндердің өзі 38-40% салық төлейді. Жоқ, ол айлықты айтып жатыр. Тек қана айлық бойынша. Бұл енді ол бәрібір де кәсіпкердің қалтасынан шығатын ақша ғой. Сонда жалпы қанша шығады кәсіпкердің қалтасына? Жеңілдетілген режиммен жұмыс істейтін жаңағы 3% табыс салығы бар. Плюс жаңағы социальный налог, олар енді минимально қояды ғой. Мен өзіме мысалы өте ең төмен жалақы қойған. Бір 5-6 мың теңге. Зейнетақы жинақтаушы қорына. Енді бір айына жарты жылда қанша болады? 30-40 мың теңге. Әркім өз қойғанына байланысты. Фиксацияланған. Одан бөлек енді былай қарапайым тілмен айтқан кезде 3% табыс салығы және жарты жылда бір рет есеп беру. Ал егер жаңағы жалпы режимге көшетін болса, онда 20% КПН? Ең бастысы ол қосымша құн салығынан басталады. Өйткені сіздің кез келген тауарыңыз немесе қызметіңіз 16%-ға қымбаттайды. Ал қызметті көрсететіндерге неге қиын? Өйткені олар ешқандай вычет деген жоқ. Олар түгел жасап жатқан қызметіне 16% үстінен қосу керек. Өйткені олар мысалы тауар өндірушілер болса, ол мысалы бір диван жасау үшін материал сатып алады, ағаш сатып алады, анау дегенде шығынын көрсетіп, сонда салық төлемдерін кішірейте алады. Ал қызметте ондай жоқ. Түгел сол сомасына 16% қосасың. Ал КПН ол кәсіпкер егерде бір жыл жұмыс жасап, соңында егер таза табыс қалса, содан 20% төлейді. Ол көп адамда болмау мүмкін. Өйткені шығындар асып кетуі мүмкін. Ол неге біз оған былай қиыншылық тудырады деген ойдамыз. Негізі жалпы режимде көбінесе тиімдірек. Бірақ оған қиыншылық тудыратын нәрсе ол бухгалтерия
содан кейін өзің соны есеп оны жүргізу керексің. Жаңағындай ғой, сол енді қаржылық емес, негізгі проблема сол процессуалдық жауапкершіліктер ғой. Қазір кәсіпкерлерді алаңдатып тұрған. Иә, ал жеңілдетілгенде оңайда, мысалы қанша ақша түсті, содан 3% төлейсің де бітті. Қазір 4% болады. Бұл жерде көбісінің қарсылығы анау есепші бухгалтер жалдауға қаражатымыз жоқ деп айтқысы келеді сонда. Және де олар еще қателерден қорқады ғой. Мысалы дұрыс емес санап жүрсең, ертең саған айыппұл түсуі мүмкін, тексеру келуі мүмкін. Ал жалпы жеңілдетілгенде жалпы қанша ақша түсті, соның пайызын төлеп шығарасың. Тіпті қазір анау жаңа неделде банктердің қосымшаларында салық төлей салу деген нелер бар, ИП-ларды. Бітті, басасында бітті, кетіп қалды. Біздің бір танысымыз бар, журналист, бұрынғы, қазір жазушы, Америкада тұрады. Сол Инстаграмда Лира Қоныс деген қыз Инстаграмда стористарында бөлісіп отырады Америкадағы жағдайды. Енді бұл жаққа ешкімнің де яғни балқып-шалқып өмір сүремін деп ойламаңдар, табысыңның 45%-ын сен салыққа бересің деген сияқты. Бұл енді дамыған елдердегі қалыпты практика. Салықты көтеру арқылы адамдардың жалпы санасын, салық көтеру негізі адамдардың санасын өсіруге әкеледі. Өйткені олар бюджеттің ақшасын қалай жұмсалып жатыр деп қалай жұмсалып жатқанын түсінеді. Бұрын олар мысалы бізде қазір бір мемлекетті және билік басындағы адамдардың жеке басына табынушылық деген басым. Өйткені олар тіпті түсінбейтін де сияқты. Мемлекеттің жай ғана менеджер екен, сен оған ақша бересің басқаруға, ол сенің ақшаңды ұқсатып, жаратып отырған бір сенің қызметшің екенін әлі көп адам түсінбейді. Егер салық көбейсе, бұл қадам-қадаммен сондай бір түсініктің қалыптасуына әсер етеді деп ойлаймын. Қалай бұл парадокс жалпы? Салықты көбейту дегенмен түбі менің ойымша ол тек қана салық көбейтуде емес мәселе, ол адамдардың сана сезімдеріне, яғни салық төлеу дегенден бастау керек қой. Мысалы бізде салық төлемейтіндер де бар ғой, соны жалпы қашып, не болса да, қандай тірлік болса жасап, әйтеуір салық төлемеу үшін бүкіл әрекетін ойластырып, ондайлар бар ғой. Мысалы мен бір кездесуде болдым, айтпай-ақ қойын, қай облыста қай қалада екен. Енді бір 30-40 адам отыр, сөйтіп көптеген мәселені талқылап жатырмыз. Сосын мен айтамын, мен жалпы өзім салық кодексіне қатысқам, сендер сұрақ қойсаңдаршы, не болды десем, мына қасымда кісі айтады, мыналардың бәрі салық төлемейтіндер ғой дейді. Өздері бір орташа кәсіпкерлер, сосын ойланып қалдым, бұл енді қалжың ба, шын ба? Сонда бізде мынандай не бар, мәдениет бар да, егер де сен салық төлемей жүрсең, біреуді андай мемлекетті алдап кетсең, онда сен бір ақылды жігіт екенсің дегендей. Бұның барлығы дұрыс емес. Андай жемқорларға да, салық төлемейтіндерге де бізде көзқарас бірдей болу керек. Андай қоғам оны қабылдамау керек. Әйтпесе біз оны мақтап жүрсек, әрине қоғам өзгермейді. Қашандан бері, мысалы, мен өзім депутат болғаннан бері менен сұрайды, қалай өмірің өзгерді ма, байып кеттің ба дейді. Мен шын айтайын, менің кәсіптегі алып жүрген кәсіпте сіңген андай жалдамалы жұмыстағы алып жүрген айлығым 3-4 есе көбірек болатын. Расын, шынымен де. Мен енді өз жеке басым сондай тәуекелге бардым, мен елімен бір пайдам тисін деп. Ал соны айтсам, маған дейді, қойшы, өтірік айтпашы дейді. Бәрі ойлап жүрдім, мен кәдімгідей бір мықты болып байып кеттім. Керісінше пәтерім сатып, сол астына көштім, сол кішкене андай қиналып қалмайтындай, жаңағындай бір подушка жасап қойдым. Сонда халықтың ойы бәрі үйреніп қалған. Ал қызметте, бір мемлекеттік қызметте жүрген кісілердің бір мықты киім, мықты машина айдап жүрген, ол уже үйреншікті нәрсе болып кетті. Сол дұрыс емес. Енді оларды бір сынап, бір ақшасын алып қою, бір Робин Гуд сияқты жұмыс жасау емес. Жалпы халықтың сана сезімі дұрыс болу керек. Адал еңбек па? Адал ақша ма? Оны сыйлау керек. Кішкентай баладан бастап, үлкен қарияға дейін осындай адал азаматтарды сыйлау керек. Ал андай салық төлемейтіндер мен жемқорлар екеуі мен үшін мысалы бірдей да. Не айырмашылығы бар? Екеуі де мемлекеттен ұрлап жүрген азаматтар. Енді жаңағы Америкаға қатысты мен бір нәрсе айтайыншы. Мысалы Америкада салықты сіз өз қолмен тапсырасыз. Өзің толтырасыз. Жалақы алған кезде, мысалы менің жалақым 150 мың болса, жаңағы 10% бен 10% екеуін зейнетақы қорымен салықты бухгалтерия ұстап қалып, маған жаңағы 130 мың теңге ме сондайын жібереді. Мен аны төленгенін білмеймін. Біз мысалы жаңағы жұмысқа кіруге, сұхбаттасуға барған кезде де қолға алатын ақша деп сұраймыз ғой енді.
ол анау негізгі анау окладты ол ойламаймыз, өйткені ол бәрібір ол менікі емес деп. Сондықтан ол жерде біздің төлеп жатқанын сезінбейміз ғой, қолымыздан бүйтіп шықпағаннан кейін. Америкада мысалы сіз ай сайын қалтасынан жүріп береді дейсің ғой. кәдімгідей бірінші бәрін алып алады, сосын барып салықты апарып өз қолымен барып төлейді, міне мына сумма деп, немесе жаңағы аударады банкке деген секілді. Сосын жаңағы әркім өзі жасайды, анау бухгалтерияға отырып өзі ұстап қалу деген жоқ. Сол анау адамдардың несін сезіндіретін шығар, мен төлеп жатырмын үкіметке. Өте дұрыс. Салық агенті бізде жұмыс беруші. Ана жақта әр азамат салық агенті. Иә, сондықтан жаңағы не ғой, кәсіпкерлердің де халықтың да анау салықтың сомасы емес басты мәселе, жаңағы процесс өзі адамның жауапкершілігін дұрыс сезіндіретін нәрсе. Менде соны жаңа сұрақ қояйын. Сосын жаңағы дүкенде сатылатын ққс. Иә, бөлек көрсетіледі. Америкада сіз мысалы супермаркетке барғанда сүт $8.30 деп тұрады, кассаға барсаңыз 9.20 деп шығарып береді. Ана жерде салық көрсетілмейді. Сол кезде сіз сезінесіз, міне 90 центім менің неге кетті. Біз неге сол практиканы қолданбаймыз? Бұл демократияның бір мықты көрнекті бір қайнар көзі ғой. Енді бір демократияның бір белгілі бір елі сол ақш қой. Олар басында бастап келтірген кезде әр азамат осындай тиісті құқықтарына ие болу керек, және де алған ақшасына, төлеген салығына толық есеп сұрай алады, және де сол үшін осындай сұрақтар да пайда болады, кім қалай бюджетті жұмсады дегендей. Бұл деген біздің елге не үшін үйренбегенбіз. Біз кеңес одағында керісінше болғанбыз. Біз керісінше ештеңе сұрамайсың, саған бәрі жағдай жасап береді, сен үндемей әйтеуір. Гиперопекун бүкіл жұмысты сенің атыңнан істеп беремін, сен тыныш қана отыр деген. Сана сезім ол үшін дамымайды. Біз енді үйреншікті андай бір зона комфортада жүрміз бәріміз. Балаларына киімді өзі алып беретін ата-ана сияқты. Иә, дәл сол. Қолына ақша беріп өзің барып алып кел деу басқа бар, сосын барып жетектеп апарып алып беру бар. Бізде жаңағы үкімет сен үшін барлығын істеп береді. Мемлекет бізге міндетті деген психология. Сосын мысалы мен кәсіпкер ретінде маған жаңа американ системасы дұрысырақ болар еді, өйткені менің бухгалтердің жұмысы аз болады. Барып ана жаққа ананы тапсырып жүргенше бір сумманы аудара салады, ары қарай өзің распределяй деп. Кәсіпкерге ол оңай, бухгалтердің жұмысы аз, тиісінше егер үлкен компания болса бухгалтердің саны да аз болуы мүмкін да. Сол жағынан жаңағы салыққа қатысты билікке талап ету жағынан бұл жаңа процесстік мәселе. Бұл енді бір рет шешілетін нәрсе емес, бұл сана сезімді өзгерту үшін бір стратегия ғой. Бұл еліміз қай жаққа қарай жүреді, кім боламыз деген. Біздік сол стратегия қандай деңгейде, жалпы стратегия бар ма бізде ондай? Енді жалпы менің айтып жатқаным қазір реформалар кішкене былай елімізді өзгертіп жатыр. Енді қиын болса да, былай мен таңғалғаным, бірақ мен ризамын. Көп нәрсе бұрын айтылмаған нәрселер қазір не болса да айтылып жатыр. Бұл үкіметке де бір респект айтуға болады шын айтқанда. Өйткені бүкіл ауыртпалықты өздеріне алып жатыр ғой. Андай непопулярный ешқандай бір не емес, біреуге ақша таратып беру емес, керісінше бәріміз бір жиналайық. Енді премьер-министрдің өзі негізгі мамандығы сол салық жинаушы ғой. Сол сәйкестік пе әлде әдейі ойластырылған бұл стратегия ма деп те ойлаймын. Енді жаңағы сіздің партия туралы сөйлесейікші. Мысалы қазір парламентте кәсіпкердің біздің бұрыннан бергі түсінігімізде ақ жол болып келді. Одан кейін міне республика пайда болды. Жалпы билікте кәсіпкерлердің мүддесін қорғайтын күш кімдер? Мүмкін бір партияның ішінде бір не болуы мүмкін. Коалиция деген жоқ, бірақ бізде енді. Екінші сұрақ, сосын республика партиясы өзін кәсіпкерлер партиясы деп санайды. Солай таныстырады. Бірақ мен ең бірінші республика шыққан кезде, сайлауға түскен кезде сіздер, мен барлық жыл сайын қандай сайлау болса да, мәжіліс болса да, барлығын бірінші кезекте бізде сайлау болған кезде адамдардың түріне қарайды ғой. Түрі деген енді қайда істеген, руы қандай деген секілді төменнен бастап жаңағы не айтты кезінде әлеуметтік желіде, жақсы айтты ма, жаман айтты ма, халыққа ұнайтын нәрсе айтты ма, ұнамайтын. Бірақ мен барлығыңыздың бағдарламаларыңызды оқығанмын. Менің қазір ұмытпасам, республика партиясының негізгі бір 3-4 көп болған жоқ сіздерде жаңағы ұсыныс, сайлау болды программа. Сода менің көп есімде қалғаны бизнестегі жалдамалы жұмысшылардың білімін арттыру, олардың құқықтарын қорғау, сосын кәсіподақ мәселесі болды, қателеспесем. Одан кейін жаңағы дуалды оқыту деген болды, оның алдында болды, бірақ сіздер соны жаңағы жоғары оқу орнын бітіргендердің жұмысқа тұру деген секілді. Бұның барлығы
маған мына нені есіме түсірді. Британиядағы лейбористер партиясы. Бұл жұмыскерлер партиясы. Сол жағынан сіздер керісінше бизнес емес, керісінше бизнеске жұмыс істейтін жалдамалы жұмыскерлердің бюджетіне емес, жеке кәсіпкерге жұмыс істейтін жеке компаниядағы жұмыскерлердің партиясы деп мен солай түсіндім. Одан кейін сіздердің жаңағы бұл бизнестің партиясы деп айтқан мені көндіре алмады. Мен бәрі сол ойымда қалдым әлі сөйтіп ойлаймын. Және жаңағы билікте кәсіпкерлердің мүддесін қорғайтын кім бар қазір? Орынды сұрақ. Енді расын айту керек, біздің партияның осы тура сайлаудың алдында тіркеліп, уақыт көп болмады сайлауға дайындалуға. Алайда бағдарламаны жазған кезде, мен мысалы өзім есімде бар, экономиканы ырықтандыру сұрағы, Yellow Pages принципін енгізу, одан басқа салық бойынша өзгерістер енгізу, яғни біздің ұсынысымыз бар. Осы еңбек салықтарын бәрін жинап, бір салық қылып, 25 қылу. Сондай бір таза кәсіпкерлерге қатысты ұсыныстар да бар. Өзім жеке қосқан сол кезде. Әрине, бұл бағдарламаны жазу деген бұл уақыт талап ететін нәрсе, бұл андай бір жаза салатын нәрсе емес та. Оны партияның мүшелерінің ой пікірін жинап, жалпы біздің бағдар қандай, жоспар қандай, сол үшін уақыт талап қажет ететін нәрсе. Сол үшін енді шикі болса да біз оны қозғадық, жібердік. Енді көбірек адам жинаймыз деген ойымыз болды. Қазір уақыт өте келе біз де түсініп келе жатырмыз. Біздің енді кәсіптен, бизнестен саясатқа келген азаматтардың олар да түсінбейді қалай саясатты қалай жүргізу керек екенін. Олар да бір бастапқыда бір рөлде болғысы келді да. Шын мәнінде өзінің ішінде бар нәрсеңді көрсету керексің. Мен мысалы жеке басым өзім шынайы кәсіпкермін. Мен 10 жыл бойы Атамекен кәсіпкерлер палатасында жұмыс жасадым. Одан бері кәсіпте болдым. Мен пандемия кезінде кәсіпкерлерді біраз қорғадым, ашық бағдарламасын енгізіп, қаңтар оқиғасы кезінде кәсіпкерлерге бір 1600 кәсіпкерге өтеп бердім шығындарын. Мен соған сенем. Мен кәсіпкерлер жеке танимын. Достарым бәрі көбісі кәсіпкер. Сондықтан сол сеніммен кірдім мен. Осы нағыз шағын және орта бизнес қорғаймын деп. Қазір де сондай ойлымын. Ішіміздегі енді ірі кәсіпкер де бар. Партиямыздың төрағасы енді ірі кәсіпкер, ауыл шаруашылығында басқа да депутаттар, олар да кәсіпке біраз несі қатынасы бар. Құрамдарыңыз кәсіпкер, ол рас, бірақ партияның идеологиясы негізінен жұмыскерлерге арналған. Сол жоқ, соны түсіндіріп айтып жатырмын ғой. Андай саясатқа кірген кезде оны қалай жүргізілетіні, андай бір басқа рөлімді алып, соны көтереміз деген ойда болдық басында, шынай айтқанда. Қазір өзіміздің ішіміздегі қандай сұраныс бар, соны көрсетіп жатырмыз. Сол үшін ол шынай болып тұр да. Ал басында енді оны түсінбейміз ғой, ол қалай, ол жаңадан, мысалы, бірінші келген кезде енді әріптестерім тіпті анау ресми құжатты жазуды білмейді. Өйткені олар бизнесте ондай емес қой, тапсырма береді, заңгер жазып береді дегендей. Мына жақта ол киім стилі қандай, қалай жүріс тұрыс деген бәрін өзгерген. Ол қиынға түсті. Біздің әріптестеріміз Руслан Берденов, Айдарбек Қожанов, ірі кәсіпкерлер, олар кабинетте андай отырып үйренбеген азаматтар. Олар отырса кездеседі біреумен. Галстук кимеген. Қазір амал жоқ. Сол үшін енді біз кішкене андай басында рөлге кірдік та, кейіннен соны түсіндіріп айтып отырмын. Маған негізі қиын болмады. Көп жаңағы саясаткерлер рөлден шыға алмай жүр әлі. Бәленбай жылдан бері сіздікі қайта. Ашық айту керек. Тез орындарыңызға келіпсіздер. Енді содан кейін кері байланыс түсті. Кәсіпкерлердің де сұраныстары ол айқын, ол бір астарлы нәрсе емес. Олар өздері нағыз кәсіпкерлікке не керек? Ол жұмыс жасайтын, көп өзгермейтін заңдар. Андай сот төрелігі, сот, прокуратура, қандай бүкіл андай органдардың. Және де қаражат мәселесі. Сол бірнеше мәселе, соның аясында көп нәрсе. Оны біз түсінеміз, өйткені кәсіпте жүргеннен кейін нақты білесің ғой. Сондықтан біз де сол бүкіл жұмысымызды соның осы нақты сұрақтардың аясына бөліп алдық. Сондықтан мен өз жеке басым біздің партия нақты кәсіпкерлер партиясы, бизнесті қорғаушы партия деп айта аламын.
және де кейбір мәселелер бойынша, барлығы бойынша емес, бірақ кейбір мәселелер бойынша нақты қарсы шығып, адамдарды жинап, олардың пікірлерін тыңдап, және де тек қана былай, кейбіреулер ойлайды қарсы дауыс берген жоқсың деп. Бұл кнопкадан басуда емес мәселе. Бұл қандай жұмыс атқардың? Сен шешім қабылдау үшін сен артында бір бэкграунд болу керек, бір жұмыс болу керек. Мен осы салық кодексі бойынша енді өтірік болмасын, бір жүздеген кездесу өткіздім. Мен нақты салық кодексі бойынша 24 жылдың жазынан бастап бүкіл жаз бойы барған аймақтарда кәсіпкермен нақты осы салық кодексін талқыладым. Кейін қыста тағы да шығып қалдым. Тағы да өзімнің 3 үлкен заңым бар. Мемлекеттік сатып алу туралы заң, және де отандық өндірушілерді қорғау туралы заң. Сол бірнеше заң бойынша мен бүкіл кәсіпкерлерді танимын десем де, мысалы отандық өндірушілер бір 4,5 мың шығар, солардың бір 2 мың жеке өзім танитын шығармын. Осы жұмыс, осы нақты жұмыс. Сен оның мазалап тұрған сұрақтарын білесің, байланыстасың, кездескен кезде ашық сөйлесесің. Ал мен аналарды қорғаймын деп айта салу ол оңай. Нақты байланыста болсаң, енді онда болашақ сайлауда көрсететін шығар, кімге дауыс береді. Сіздер жаңағы кәсіпкерлердің проблемасын білесіздер, енді оны үкіметке жеткізіп және тыңдата алу ғой үкіметті. Егер үкімет сіздердің жанайқайларыңызға құлақ аспаса, ол кездесулердің бәрінің құны көк тиын ғой. Енді осы жерде тақырыптан шықпай тұрып айтайыншы, сіз жаңағы шетін айтып қалдыңыз, келесі сайлау деп. Бізде кәсіпкерлер номиналды және факт бойынша да 2 партия бар, кәсіпкерлер құқығын қорғаушы деген. Бірі өздеріңіз, біреуі Ақжол. Келесі сайлау деп өзіңіз шет жағасын шығардыңыз. Ол да енді алыс көп уақыт қалған жоқ қой. Қазақстанға бір кәсіпкерлердің құқығын қорғайтын жақсы күш керек секілді. Әрине республика немесе Ақжол аманатты бүгін ертең парламентте одан алатындай күш жоқ. Менің ойымша 2 партия бір коалиция құрып келесі сайлауға дайындалуға қаншалықты мүмкіндік бар? Ол енді жеке қатынас болуы мүмкін, мысалы ол жерде де адамдар, сіздерде адам, бірақ идеология сәйкес келсе, неге солай жасамасқа? Ондай қарастырған жоқсыздар ма? 2 партияның көп ұқсастығы да бар, енді айырмашылықтары да бар, шын айту керек. Сондықтан енді бұлай бір коалиция құрып бірге барамыз деп қазір айта алмаймын. Ол бір жеке адамның шешімі емес. Бірақ көп сұрақтар бойынша біз бірге жұмыс жасап жүрміз. Оның ешқандай, тіпті Аманат партиясымен де, басқа партиялармен де бірлесіп жасап жатқан жұмыстарымыз бар. Шын айтқанда, мәжілісте жүрген кезде бұлай партия болып бөлінбейді екенбіз, андай байқалмайды екен. Андай бір сыныптың балалары сияқты бәріміз андай бір-бірімізбен араласып, түсінетін енді бар ішінде депутаттар, басқа тақырып, басқа қарсы шығатындар да бар. Енді оны білесің өзің. Сол үшін бір коалиция болғанда былай жеке бастың коалициялары, жеке тақырыптардың коалициялары құрылады. Сондықтан сенің идеологияны қолдайтын азаматтармен бірге, мысалы, депутаттық сауал жолдайсың, заңнамаға өзің бастаушы боласың. Сондықтан ол жұмыс осындай. Ал партия деген ол бізге андай не ғой, информацияның, заңның бір ұсыныстардың қайнар көзі. Біз бүкіл аймақтардан жинап аламыз, сұраймыз, сол кері байланыс. Сондықтан қазір айта алмаймын, коалиция құрамыз ба. Партия арасында бәсекелестік болу керек па, демократтар мен республикалықтар сияқты мысалы? Жоқ, әрине болу керек. Біздің елде ол капиталистер мен социалистердің сондай сияқты. Аманат социалистік партиясымен және Қазақстанда бір капиталистік жақсы партия болса, алдағы уақытта. Енді қалай болса да, мен өзім жеке басым қоғамдық жұмыспен, енді саясатпен қалай болса да айналысуға әрдайымдаймын. Енді сайлау көрсетеді ғой енді нәтижесін, бірақ өз жеке басым кішкентай кезімнен әділдік үшін күресте, бір қоғамдық ұйымдарды ұйымдастыруда жүрген адаммын. Сондықтан мынау бір мәжіліс төрі деп бір мәнсап үшін емес, нақты халыққа бір көмек тисе, бір пайдасы тисе. Ал нақты кәсіпкерлердің сұрақтарымен айналысқаннан кейін, өзім кәсіпкер болғаннан кейін жақсы жағдай жасағым келеді. Жалпы Құлыбаев кетіп Баталов келгеннен кейін палатада бірдеңе өзгерді ма? Оң теріс қандай бір байқалады өзгеріс? Енді Атамекен кәсіпкерлер палатасында мен өзім 10 жылдай жұмыс жасадым. 2 басшымен де байланыста болдым. Енді былай жұмыс атқарғаннан кейін ол кісілердің стильдері әртүрлі. Бірақ қазір заңнаманы
қарау барысында және де кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау барысында шын айту керек, расын айту керек. Атамекен кәсіпкерлер палатасы кішкене бұрынғыдай емес. Мен көңілім толмай жүр. Мен онда ашық сынадым. Енді өзім оның андай президиумына кірмегендіктен және де өзім ірі кәсіпкер емеспін. Сол үшін былай сынауға да бір нем жоқ, құқым жоқ. Бірақ оның президиум мүшелері бар, кәсіпкерлер бар, андай несін төлеп жүрген, жарнасын төлеп жүрген. Өздері сұрасын, ұнай ма, ұнамай ма дегендей сынайтындар солар. Ал енді біз бизнес партиясы болғандықтан біз өзіміз ешкімге қарамай тікелей жұмыс жасап жүрміз. Алайда менің ойымша мықты атамекен ол елге өте үлкен әсері, жақсы әсері, оң әсері болушы еді. Құпия болмаса сіз қай салада бизнесіңіз? Мен енді шағын бизнесте андай екі кафе бар, екі кішігірім. Одан кейін жүгіру мектебі бар, бұл және де турагенттік бар. Сол жүгіру марафондарына шетелге және де Қазақстанға азаматтарды алып келеді, шетелге апарады. Бұның барлығы өзіме жеке тұлға ретінде байланысты. Өйткені мен марафоншы екенсіз. Марафоншымын, 5 марафон жүгіріп тастадым. Басында бастапқыда бұл хоббиді бастаған кезде андай марафон үйрететін тренерлер болмады. Сол үшін жүгіру мектебін аштым. Кейіннен 250 адамға ұлғайып, 6 тренеріміз бар. Қазір Алматыда жұмысын атқарып жатыр. Одан басқа енді турагенттікте де сөйтіп аштым. Бір марафонға өзім түсе алмай қалдым. Содан кейін қалайша неге түспедім деген олар жақта да андай лотерея бар, немесе тез жүгіру керексің. Сондықтан бұл сұрақты шешу үшін арнайы бөлек бизнес ашып, кәдімгі тікелей жолдама алатындай қылып андай жасап бердім. Бұндай турагенттік мысалы Ресейде, Украинада, Турцияда жоқ, бізде ғана бар. Біз эксклюзивті түрде. Марафоншылар мектебіне жалпы адамдар қаншалықты сұранысқа ие? Өте мықты сұраныс. Енді 6 жыл болды жұмыс істеп жатқанымызға. Алматыда, иә? Алау деген аты бар. Енді өте андай бір саналы, бір үлкен бизнестердің басшылары, андай IT саласындағы жүрген мамандар, сондайлар келеді. Бұл енді марафон деген маркетингтің негізгі көзі ғой. Әрине, сондай шығар. Платформасы деп айтады. Сондай шығар, бірақ ішінде нетворкинг өте мықты. Және де кез келген елге барған кезде андай марафоншылар клубын табасында, олармен бірге жүгіруге болады. Танысу деген оңай. Енді сіз өзіңіз марафоншысыз, жалпы Марат Жыланбаев туралы пікіріңіз қандай? Ол кісімен шын айтқанда жеке танысыппын, танысқам. Бірақ ол кісі кішкене андай жеңіл адам емес та, бір алып кететін бірнеше рет ұсыныспен шыққанбыз, бізге бір лекция оқып беріңізші деп. Бірақ ол андай не болған жоқ. Ол кезде саясатқа да қатысым жоқ, тек қана марафонмен айналысатынмын. Сондықтан өзінің бір мінезі ерекше. Сондықтан саяси тұрғыдан пікірім білмеймін, мен шын айтқан бұл қылмыстық істің де андай фактілерін шыққанда, бәрі жасырынды. Бір нақты ойды айта алмаймын, бірақ онда бір қорғап, олай да пікір айтамын. Өйткені жеке танығаннан кейін бір таныстығымыз ерекше болды да, сондықтан онда былай бір жақта емеспін. Сондықтан білмеймін, менің ойым бұндай мәселелерді мемлекет былай тығып емес, ашық көрсету керек. Не болса да қандай әр азамат өзінің құқықтарын қорғалуын талап етуі мүмкін. Әділ сотқа да. Енді соңғы сұрақтардың біріне келейік. Жаңа сіз айтып қалдыңыз, 4,5 мың отандық өндіруші бар, соның 2 мыңмен жеке таныспын деп. Менің ойымша ол жерде бәрібір Еуразиялық одақтың мәселелері айтылады. Отандық өндірушілердің ең үлкен проблемаларының бірі осы еуразиялық интеграция. Бұрындары осы әсіресе атамекен көп шағымданатын еді. Соңғы жылдары мүмкін мынау соғыстың несінен қаймығып қалды ма? Жоқ әлде біз көніп кеттік па сол Ресейдегі дискриминацияға? Ол мен ойымша ешқайда кеткен жоқ. Ол орыстар бір күнде жаңағы әділ жаңағы бизнес жүргізетін халық болып кетті деп ойламаймын. Бірақ соңғы кездері осы отандық кәсіпкерлердің Ресейдегі дискриминациясы айтылмай қалды мүлде. Бұл саяси мәселе ме, жоқ әлде кәсіпкерлер оған уже көндігіп үміт жоқ екенін білген секілді нәрсе ме? Жоқ, мысалы соңғы жолдауда президент айтып кетті ғой.
одақтың ішіндегі отандық кәсіпкерлерге құқықтарын қорғап тең жағдай жасап беру қажет дегенде. бірақ бизнесмендер тарапынан айтылмай жатыр осы. Енді мүмкін бизнес көнген шығар, мүмкін Атамекен үйтіп қатты андай шығармай жүрген шығар, бірақ бұл мәселелердің барлығы әлі де бар. Мысалы соңғы осы бір айдың ішінде болған мәселе, андай сыра өндірушілерге қойылатын талаптар күшейтілмекші да, ал оған сай келетін тек қана Ресей өндірушілері болып отыр. Ол да мысалы нарықтық емес реттеу да. Ал қалайша біз мысалы тыныш отыруымыз қажет, біз оны көтеруіміз қажет. Мен келсем, өйткені одақтың ішінде, енді одақ мүшесі болғаннан кейін бұл үлкен саяси шешім, бұл біраз жылдар бойы жұмыс жасалып келді. Бізге де бір нарық болу қажет. Сондықтан Қазақстанның сыртқы істер министрлігі болсын, үкімет тарапынан және де осы біздің қоғамдық ұйымдардың тарапынан нақты сұрақтарды қозғауымыз қажет. Біздің отандық өндірушілерді қорғау өте маңызды. Қазір қорғалып жатыр ма солар енді? Енді қорғалмай жүрген жерлері бар. Мен өзімде бір депутаттық сауалымда, мысалы, сертификат соответствия деген сапаны бағалайтын сертификат бар. Оны алу үшін біздің Қазақстанда енді біраз шығындар талап етеді және уақыт талап етеді. Бірақ бізде процедура жүреді кәдімгідей. Ал көрші елдерде оны әшейін онлайн ала саласың да, ешқандай қиыншылық жоқ. Мен өз сауалымда осыны тоқтатыңдар деп ұсыныс бергем. Өйткені бұл енді ұсыныс қабылданды ма? Ұсыныс жартылай қабылданды, бірақ ситуация толық өзгерген жоқ. Сол сияқты таңбалау бар. Иә. Мысалы әріптесіңіз Дания Еспаева көп бір тақырыпқа қатысты көп көтерген сол тақырыбы не болды? Ол кезде кішігірім тауарларға келмеген әлі. Тон бар ғой, тон іші. Соны таңбалау деген біздің кәсіпкерлер өте қатты соған ренжіген, былайша айтқанда енді. Бірақ ол қабылданып кетті. Осы таңбалау деген негізі сол Ресейдің таза несі болып тұр ғой. Ықпалын жасайтын бір құрал. Бұны енді артқа қайтара алмаймыз ғой бұл процесті. Енді бұл процесті әлде біздікілер соған бейімделіп олармен теңесіп кетті ме, ресейліктермен? Таңбалаудың екі жағы бар. Біріншісі ол Ресейдің ішкі нарығындағы таңбалау, ол тек қана сол компаниялармен таңбалау арқылы кіргізе аламыз тауарды. Ал біздегі ол бөлек, ол біздің таңбалау. Бірақ бұның егжей-тегжейлері өте көп, қиыншылықтары көп, қырсылар. Енді шын айтқанда, бұлай бірден кіргізіп жіберу ол дұрыс емес. Егер де саяси шешім қабылданды деп келісіп отырсақ, әр категорияны бөлек мұқият түрде қарауымыз қажет. Өйткені мысалы Тассай деген үлкен бір сусын жасайтын зауыт бар. Олардың өздері экспортқа шығарған кезде қиналып жүр. Ал олар өте дамыған, мықты компания. Оларда қаражат бар. Солардың өздері айтып жатыр, не істейміз, қалай істейміз дегенде. Сол үшін бұл процедураға Ресейге сата алмай отыр ма? Сатады да, қиыншылық көп та. Сондықтан бұл процедураны енгізудің өзінде де біз ашық түрде диалогты қабылдауымыз қажет. Яғни мемлекеттік органдар және де кәсіпкерлер бір-біріне қарсы отырып, нақты процедураны ашық көрсетіп, бір-біріне қадам жасамаса, онда бұл қалай енгізсең де, қалай міндеттесең де ол жүрмейтін нәрсе. Ал өкінішке орай андай билік өкілдері бәрі дұрыс деп андай отчеттарына жаза салады. Осы менің талап ететінім сол. Кезінде енді дұрыс айтасыз, енді сөздің жаны бар. Атамекен бұл рөлді мықты атқарады. Қазір сол рөл енді бізге де бұйырып тұрған шығар, бірақ біздің қолдаушыларымыз, біздің андай аймақтағы андай дауыс беруші беретін кәсіпкерлеріміз белсенді болу қажет. Өйткені Атамекен мысалы міндетті жарнасы бар, бюджеті бар, партиялар олай өмір сүрмейді. Сондықтан Атамекен партия бола ма енді? Енді заң бойынша олардың, мен есімде бар, Атамекен саяси шешім керек. Оларда заң бойынша шектеу бар. Атамекен партия болып кетпейді деген кәдімгі заңдарында жазылған. Иә, ал енді жеке азаматтар әрине бөлек партия құрып, немесе президиум шешімімен өзгертіп.
білмеймін ондай шектеу біз- болғандықтан ол жалпы экономикада біз нарық деген үлкен ұғым бар ғой. Мысалы Еуразиялық экономикалық одаққа да кезінде біз нарық үшін кірдік. Инвесторлар үлкен 230 миллион нарыққа келеді. Біз тауарымызды 230 миллион нарыққа сата аламыз деген сондай уәжбенен кезінде көндірді, иә. Ал енді тіпті бір тұран деген идея да бар, бірақ оны айтпай-ақ қояйық, бірақ солтүстікке ғана қарамай, қазір енді жағдай мүшкіл. Біз оңтүстікке бет бұрып, өзіміздің орталық Азиядағы бауырлас елдермен бірігіп, бір басқа одақ құрамыз экономикалық. Өйткені көп көрім нарық қой ол да. Мысалы 100 миллионға дейін барып қалатын нарық пайда болады да бізде сонда. Жалпы бұл мүмкін ба, әлде бұл утопия ма? Біз бөлек одақ құрмай-ақ, кез келген елмен бөлек тікелей байланыста экономикалық байланыс орнатуымыз мүмкін. Ал одақ құру үшін бұл қосымша үлкен шешімдер, уақыт талап етеді. Сондықтан жалпы Қазақстан деген кішкене прагматикалық саясат жүргізу қажет деген ойлаймын, бірақ қазіргі президентіміз де оны түсінетін сияқты. Басқа елдер мүдделер емес, тек қана біздің елдің мүддесін ойлап, бір Ресей, Қытай, Құрама Штаттар, басқа елдер жақсы жаман демей, бәрі бірдей бізге. Қайсысымен жұмыс істеу тиімді, сонымен жұмыс жасайық. Тауарымызды сатып алса болды дейсіз ғой. Сол сияқты, әрине саяси да тұрғыдан да бір сұрақтар бар, бірақ прагматикалық түрде, біз эмоцияға қатты беріліп кететін халықпызды, ой, аналар жаман, аналар жақсы, ой, ана инвесторлар бүкіл еліміз сатып алады деген, оның қорқуын қажет жоқ, бірақ оны реттеп тұру керек. Мысалы, экономиканың ақша бармайтын, бірақ ақша талап ететін салаларына инвесторлар сол жаққа тартайық. Өзіміз жасай алмай жүрген нәрсені жасасын. Сол сияқты бір реттеу қажет. Ал бір оңайлықпен жеңіл ақшамен алынып кететін нәрселерге кіргізбеу керек дегендей, тек қана сол саясат. Ал мына ел жаман, мына ел жақсы деген ондай болмау керек. Біз бүкіл елдермен жұмыс жасаймыз. Нарыққа тіреп тұрса дегенім ғой жаңағы. 100 миллион нарыққа сата аламыз. Ол нарықта әрине біз көрші елдермен тікелей жұмыс жасауымыз қажет. Мәжілісте сіздің ойыңызша мықты экономист депутаттар кімдер? Мен жеке бізді қызықтыратын тақырып біз экономика ғой. Подкаст жалпы бір салаға бағытталған. Сондықтан бізді экономиканы білетін депутаттар қызықтырады. Кімдер? Мен енді жалпы былай сынап айтқым келмейді, бірақ мысалы біздің комитет. Сіз өзіңіз үлгі тұтатын, мен керісінше мақтаңыз деп отырмын. Сол комитеттің ішінде де біраз мықты кәсіпкерлер, тәжірибелі азаматтар бар. Бірақ жеке аттарын айтпай қоймын, біреуін ғана айтайын. Ол мен партияласым Айдарбек Қожаназаров, өте мықты білікті маман. Тек қана экономика жағынан ғана емес, ол кәсіп жағынан стратегиялық ойланатын, ең кемінде 10 жылға алға ойланатын азамат. Енді оған да үлкен алғысым бар, өйткені ол мені біріншіден кәдімгі қарапайым партия мүшесінен осы мәжіліске дейін мүмкіндік берген адам. Жеке оны бұрын былай араласып танысып жүргеніміз жоқ, былай жұмыс бабымен білетін. Және де тағы да қосымша айтарым, ол сол экономика саласындағы кітап, менеджмент саласындағы кітапты оқытуға кішкене менің бетімді бұрды. Мен қазір соны бір өзіме тізім жасап, кітаптар сатып алып, өте мықты кәсіпкер, мықты экономист деуге болады. Менің ойымша қаржы саласындағы специалист. Айдарбек Қожаназаров тымсақ. Енді оны сіз мысалы, сіз батылырақсыз. Ол кісі сізге ескерту айтпай ма? Ағалық ақыл рет енді Қазақстанның реалында. Ол кісі енді партияның төрағасы болғаннан кейін біздің бәрімізге жауап береді. Сондықтан егер де біз осындай жұмыс атқарып жатсақ, яғни партия тарапынан қолдау бар. Біріншіден ол кәсіпкерлер, біздің осы дауыс беретін азаматтардың тарапынан қолдау бар. Батасын беріп отыр дейсіз ғой. Қазіргі Қазақстан мен бұрынғы Қазақстан айырмашылығы, мемлекет кішкене түсініп отыр, мынау бәріне күшіміз жетпейді екен. Кішкене болса да өз рөлімізді кішірейтейік. Бірақ оған қарсы шығатын үлкен шен иелері бар. Өйткені әр әкім, әр бас дәрігер, әр мемлекеттік директоры оған қарсы шығып жатыр. Бұл деген неге? Өйткені тікелей бюджеттен ақша алғандықтан олардың да билігі жүріп жатыр. Менің ойым, кәсіпкерлердің рөлін ұлғайту керек, және де
олардың міндеттері мен құқықтарын күшейту керек. Оны қалайша? Оны осы тек қана сөзбен ғана емес, оларға шын мәнінде арнайы рөл беріп, мысалы приватизация дейміз, үлкен объектілер берейік, үлкен компанияларды берейік. Тек қана шетелдік инвестор ғана, өзіміздің азаматтарымызға сенейікші, жасасын. Кез келген тірлік жасай алады. Және де әлеуметтік сұрақтарды да солардың үстелеріне ілейік. Ілгенде бір футбольный клубтарды ғана беру емес, мемлекеттік сұрақтар дегеніміз, мысалы білім беру саласында жекеменшік мектепті ашып, өз бетімен тәуекелге барып, шығындарын жасап, неге мемлекеттік заказ бере салмаймыз соларға? Неге жаңа мектептер мемлекет тарапынан ашылуы қажет жылдан жылға? Дәл солай мемлекеттік мысалы ауруханалар, жекеменшік ауруханалар ашылсын мемлекеттік стандарт бойынша. Жасасын сол жұмысты. Мысалы мемлекеттің жұмысын кәсіпкерлер Иә, мен осылай ойлаймын. Егер де біз осындай мықты мемлекетке серіктес болатын кәсіпкерлерді өсірсек, олар деген жаңа категория, жаңа елдің тіректері болады. Біз енді келсем, енді әлеуметтік мемлекет болып кеттік, ал кәсіпкер деген андай сен маған тиіспеймін, мен саған тиіспеймін дегендей де, андай майда шүйде бизнеспен араластыңдар, ал ірі кәсіпкер болмаңдар деген. Менің ойым керісінше шағын бизнес орта бизнес болу керек, орта бизнес ынтасы ірі бизнеске дейін бару керек. ақш сияқты басқа бүкіл дамыған елдердің барлығы сол тек қана конкуренция, ашық нарық және конкуренция арқылы дамып. Тоқаевтың саясатының бағыты, фокусы сәл өзгергені биыл шешімдерден анық байқалады. Ол жаңағы осы салық кодексінің өзі, қосымша құн салығын арттыру. Непопулярный шаралар. Иә, алаяқтар ақшаны алып кетуі мүмкін. Сондықтан қысқартамыз әлеуметтік көмектерді дегені бәрі шыны керек халыққа жақпайтын пікірлер. Бірақ бұл халыққа жақпайтын пікірлер халықтың керісінше экономикаға қызығушылығын, шын мәнінде біздің үкіметтің қандай шаралар істеп жатқанына деген қызығушылығын арттырып, өткенде сол тәуелсіздікте болған даудың өзі саяси сауат. Иә, саяси сауат пен экономикалық сауаттың артуына әкеледі. Сөйтіп саяси экономикалық сана өседі. Мүмкін бұның арты сондай бір дүниелерге әкелер енді. Лайым. Өйткені шынымен де енді солай дейді ғой, әрқашан реформа жаңа болезненно өтеді дейді ғой. Ешқандай реформа оп-оңай өтпейді. Керісінше реформа кезінде қиын болады. Реформа деген өз мағынасы сол ғой, өзгеріс. Сосын реформа кезінде ешқандай халық билікке алғыс айтпайды дейді. Үшінші нәрсе, реформа жасаған адам ешқашан жақсы атпен қалмайды, жаңағы қудаланып кетеді дейді. Мың жерден халық оған риза болса да, бірақ анау адамдардың планкасы көтеріліп кетеді ғой. Сондықтан мүмкін солай болатын шығар, көреміз енді.